Жұмыс бөлмесінен шыққан бастығын көріп, Інжу де жинала бастады. Нысанбек ыңырана қозғалып, мұның жанына жақын келді. Сағат кешкі 7-ні соғып тұр. Бәлкім үйіңе апарып салармын, деп қол қалады. Жоқ аға, өзім жетіп аламын. Інжу, байқап жүрмін, күннен күнге құлпырып барасың. Рахмет аға. Мені өлтіретінде осы аға деген сөзің ғой. Нысанбектің мына сөзін қалай түсінерін білмей, абдырап тұрғанда ол күліп жіберді. Ресми түрде бастығым болсам да, мырза демей, аға дейтініңді айтам. Жарайт, аға болайын. Онда ағаңның бір ақылы бар саған айтар. Құлағым сізде? Інжу бұл әңгіменің тезірек аяқталуын тілеп кетуге асығып тұр. Өткенде туған күніңде жасыңды сұрап едім, айтпадың. Құжатыңнан қарасам 30-ға толыпсың. Отбасында құрмапсың. Енді бір 5-6 жылдан соң жан-жағыңа жалтақтаған, жалғыздықпен ауылдас қонған нағыз кәр қызға айналасың. Тоқ етерін айтыңызшы аға. Інжу бастығының жеке басын сөз еткенін ашық жақтырмай тік қарады. Ақыры күйеуге шықпайды екенсің, онда өзің үшін туып ал. Ағалық ақылым осы. Мына сөз Інжуге тұла бойын тоғырғандай сезілді. Өзің үшін туып ал деген 4 сөз қарғыс шынжырындай болып құлағында тұрып қалды. Қыз бастығын итере-метере шығар есікке беттеді. Нысанбек оның соңынан мырс-мырс күлген күйі қарап тұрып, 30-ға келсе де құлын мүсінінде мін жоқ өзінің деп бір тамсанды. Інжу тысқа атып шыққанда кешкі мезгілде тіптен қарбалас болып кететін Алматы көшелерінде шамдар жарқырап тұрды. Алайда адымдай басқан қыз бұл құйылған жарықты сезбеді. Көз алды тұманданып, безілдеп жүре берді. Бұрын әлгі бір лағнет сөзді сыртынан айтқандарын естіген. Көзін бақырайтып қойып, ақылым осы деген жағдай бірінші рет басынан өтіп тұр. Құдай, бұл қайғорлығың. Шынайы махаббатты күтумен өмір өткізгенім үшін айыптымын ба? Ақ махаббаттан үмітімді үзейін бе? Көлденен көк аттыға өзім үшін туғым келеді деп тәлімсейін бе? Жоқ. Жүрек түкпірінде жан айғайы құйын болып көтерілген Інжу көшедегі жүргіншілерді қағып өтіп, қаршыдай басты. Жел де есіп жүгірсе, мына қорлық пен мазақтан құтылатындай көрініп, бүлкекке жөнелді. Екпіндеп барып бір үйге соқтығысып тоқтады. Қайда асықтың қызым, деді қоңырын. Жазмыштан қашып барамын, деді қыз алқынып. Жазмыштан озмыш жоқ қой қызым, деді әлгі қоңырын күңіреніп. Жоқ, құтылам, әлде кім жазып қойыптымыз деген сол шимайды түзетем, деп қыз жұлқына бербеді. Дауыс иесі оп-оңай құлап түсті. Інжу қапелімде өзінің екпіннен құлаған болар деп абыржи қоймады. Әйтсе де ол жерден көтерілер емес. Тұрсаңызшы, сізге не болды? Деп Інжу енді оның жүзін өзіне қаратты. Жұмылуға жақын қалған жанар сыр жолдап үлгерді. Аласы көп қой көзден торғу, түңілу, үміт үзу тәрізді сезімдердің аласапыран арпалысын қапысы сезген қыз оны демей берді. Өзіндей торыққан бір жанға сүйеніш болғысы келді. Жандармен сөмкесінен қалта телефонын іздеді. Қас қылғанда оны таба алмады. Көшеде еңгезердей адам сұлап жатса да, көмекке ұмтылуға асыққан ешкім көрінбеді. Інжу жан ұшырып бір жүргіншіні тоқтатты. Телефоныңызды беріңізші, жедел жәрдемге қоңырау шалайын, деп шыр-шыр етті. Ішіп алғаннан саумысың өзі? Деген бейтаныс адам сыдыртып өте берді. Бойжеткен, телефоныңды қолдануға рұқсат етші. Телефонымды алып қаша жөнелсең қайтемін? Ары жүр, деп жас қыз зіркете қалды. Інжу енді айғайға басты. Құдай-ау, сендер адамсыңдар ма өзі? Мына кісі есінен танып құлады. Ауруханаға жеткізуім керек. Есінен алжасқан деп 2 жас жігіт бұны маскүнемге балап, күле қарап өте берді. Құлағына құлаққап тағып алып, бүкіл әлемнен бөлектеніп, өз күйіне өзі риза қалыпта келе жатқан бір қызды ақыры бөгеді. Ол құлағынан антұрған жібін суырып, мән-жайға қанығам дегенше, Інжудің жаны шығып кете жаздады. Ағам жүрек талмасына ұшырады. Жедел жәрдем шақыр, деп өктем сөйледі. Шашын әр түске түрлендіре бояған жас қыз жедел жәрдемге қоңырау шалды ақыры. Жедел жәрдем көлігі
қиқулата жеткенше інжу табан астында кескен теректей сұлап түскен бейтаныс ер адамның жанынан кете алмады. Бұл кезде адам қарасы да көбейіп қалғанды. Бірақ олардың көптігін қайтсын. Қолдарынан дәрмен келмеді. Көліктен секіріп түскен Мейірбике ер адамға төне қарап, оның басын сүйеп, қолын уқалап отырған інжуге бір қарады. «Қандай мекен-жай бойынша тіркелген?» деді сосын аспай-саспай. Адам қиналып жатса, сіз әлдеқандай қағаз сұрап тұрсыз. Жүрсеңізші енді бір ауруханаға. Інжудің құлындағы даусы құраққа шықты. Бірақ Мейірбике бұны шыбын шаққан құрлы көрмеді. Өз уәжін тәтпіштеп түсіндіріп, қатаң ережелерді қайта-қайта айтумен болды. Тіркелген емханасы бойынша ғана қабылдаймыз. Онда облыстық ауруханаға апарайық, деп әріптестеріне иек қақты. Олар да бұған келісе кетті. Облыстық аурухана қаланың шетінде ғой. Оған жеткенше көлік кептелісінде 2 сағаттай уақытымыз кетіп қалады. Жақын жердегі ауруханаға апарыңыздар, деп қыз ышқына айғайлады. Мына ақ қалат кигендер оған ажалдың есебін түгендеуге келген жендеттердей тым суық көрінді. Содан да болар ол енді ашына атой салды. Менде заң білемін, жоғары білімім бар. Қазақстанның кез келген азаматы өзі қалаған емханаға, тіпті ауруханаға қарала алады. Ал қазір мәселе адам өміріне қатысты болғандықтан, тек жақын жердегі ауруханаға таңдау салуға құқым бар. Ағам тірі қалу керек. Мына білгіштің сайрауынай. Мұндай білгіштердің жазғыш келетіні тағы бар. Кеттік, таяу тұрған ауруханаға. Көлік орнынан қозғала бергенде солқ жатқан ер адам кірпігін әлсіз жыбырлатты. Інжу оның қолын жібере сала жүзін тақады. Оның тыныстап жатқанына көзін жеткізгісі келді. Бірақ ештеңе байқай алмады. Тамыр соғысы нашарлап барады. Қан қысымы тым төмен, деді бас жағынан жайғасқан тағы бір Мейірбике аппаратына қарап тақ-тақ етіп. Аға, мықты болыңыз, деп інжу өзі де байқамастан оның маңдайынан сипады. О, ғажап! Осы сәт науқас сәл жымиды. Ыстық алақанның табы қуат берді ме, әлде аялы алақан оны әлпештеген жандардан елес берді ме? Әйтеуір науқастың жүзіндегі сүйкімді жымиыс ұзақ тұрды. Бұлар ауруханаға жеткенше іштен шапшаң шыққан қызметкерлер науқасты бірден ала жөнелді. Соңынан ұмтылған інжуді бір ақ қалатты тоқтатып, науқастың туысы боларсыз. Оны ақыл бөлімге жатқызбайсыз ба, деді. Алдымен ағамның жаны қалсын, деген қыз оның қасына желдей жүйткіп өте берді. Бұны көре құжат толтырушы бір медбике сұрақтарын жаудырды. Қалай есінен танып жүр? Бұрын бұлай ауырып педі? Қалыпты қан қысымын айтыңыз. Қан тобын білесіз бе? Мен ештеңе білмеймін. Ағам деп шу көтеріп тұрсыз. Өз ағаңыз туралы дым білмейтініңіз біртүрлі екен, деп кекетті ақ киімді болса да пәк ниетті көрінбеген қызметкер. Иә, ағам дедім, бірақ оны танымаймын. Көшеде құлаған жерінде алғаш рет көрдім. Ештеңе білмейтінім содан. Ағам болу үшін міндетті түрде қаны бір болуы шарт па? Қыз болығып жылап жібергенде өзге бір қызметкер ішке кірді. Құжаттары міне, жеке заттарын сізге берейін, деп інжуге бұрылды. Мейірбике құжатқа қарап қағазын толтыра жөнелді. Рақым ұлы Думан, 1951 жыл туған. Бітпестей көрінген құжатпен шайқас аяқталғанда, інжу өзі есімін әзер білген, бірақ аға деп атаған адамның өміріне араша сұрап, коридорды бойлап келе жатты. Қолындағы Думанның жеке заттары деп ұсынылған түйіншекке назар аударғанда, аңғарғаны қымбат қолсағат, көліктің кілті, неке жүзігі мен қампиған әмбиян және қалта телефоны. Інжу телефонға көз жүгіртіп еді, ешкім қоңырау шалмапты. Думан аға, жаныңызды сонша жүреткен кім болды? Өмірден, мынау жарық әлемнен бас кешірген кімдер? Асыл мен Жақұттың бәрі қолыңызда екен, сонда сізге не жетпеді? Ішім сезіп тұр. Бір ауыз жылы сөзге зар болып, шапағатқа шөлдеп, ақыры опырла құладыңыз. Өмір сүруге еш себеп жоқтай сұлап түстіңіз. Қанша уақыт өтсе де соңыңыздан ешкім сұрау салмады. Тірі жанға керегі жоқтай соншама қайырсыз ұл, рақымсыз қыз өсірдіңіз бе? Не де болса, жаныңыз аман қалсын аға. Сізді іздеп жүредім.
Думан Рахымұлының жақынысыз ғой, деп ұзын бойлы, кең маңдайлы дәрігер мұның жанына келді. Иә, мен ақамды уайымдап тұрмын. Ағаңыз инсульт алған. Дәрігердің сөзін аяқтатпастан Інжу безете қалды. Тірі қала ма? Өміріне әзірше қауіп жоқ. Толық есін жиғанша жансақтау бөлімінде болады. Оянған соң жалпы палатаға ауыстырамыз. Бірақ көп күтіну қажет болады. Ота жасамайсыздар ма? Жоқ, инсульттің жеңіл, яғни бастапқы түрі бұл. Дегенмен ағаңыздың жаны күйзелген сыңайлы. Тіпті өмір сүргісі келмейтіндей күрес тірі қалуға құлшынысты ағзадан байқай алмадым. Мен ағамның оянуын күтемін. Рұқсат ететін шығарсыз, деді Інжу. Күткенде үміт таңының атпай қоятыны бар. Бұл жолы да сөйтті. Таңның қылаң беруі қиынға соқты. Коридорда өз-өзінен бүкшиіп отырып, Нысанбектің зәрлі сөзі есіне түсті. Сол заматта денесі тітіркеніп, іштей жиіркеніп кетті. Нысанбектің тұспалын бұл түсінді ғой. Бастығы болса, бәріне рұқсатым бар деп ойлай ма екен? Қыздың көз алдына бастығы көзі үңірейген, мейірімнен жұрдай құбыжық болып елес берді. Көзі ілініп кетіп еді. Әлденеден секем алғандай орнынан атып тұрды. Жөпелдемеде қайда екенін түсіне алмай қалшиып сәл тұрды. Содан кейін барып, қайда кім үшін жүргені есіне түсті. О, тоба, әлі күтумен отырмын ба? Атар таңым жақсылықпен ғана шуақ шаш. Суық қабарың болса. Інжу ойын аяқтауға жүрексініп орнына қайта тұрды. Дәрігерлердің саябыр таппаған қызметі таң қарсаңында да бір тынбады. Ерсілі қарсылы жүгірген дәрігерлердің арасынан манағы жылы жүзді шипагерді іздеп отыр. Міне, ол суыт келе жатыр. Кешіріңіз, ағам. Иә, Думан Рахымұлының жағдай жақсы. Таңертең жалпы палатаға ауыстырамыз, деді де ол бөкендей желіп өте шықты. Інжу орнына сылқ етіп отыра кетті. Қуанышы буынын босатып жібергендей. Түсі игіден түгілме деген осы. Өзінің жүзі қандай жылы болса, сөзі де сондай шуақты. Дәрігер деп осындай сабаздарды айтуға болады деп, іштей өзі атын да білмейтін абзал жанға сүйсініп отырып, ақыры таңдатырды. Жан сақтау бөлімнен жалпы палатаға ауыстырылған беймәлім ағасы жанына барған бұған сұраулы көзбен қарады. Аға, деді Інжу шаршаң құммен. Мен есіңізден бе? Мен? Иә, қызым, жазмыштан қашып барам деп едің, құтыла алдың ба? Менің пешенемнен бой тасалауға еш мүмкіндігім қалмады. Ол ауыр күрсінді. Аға, міне жеке заттарыңыз, барлық осында, ақшаңыз да орында. Қызым, ештеңе де орында емес. Дүниенің астан кестені шықты ғой. Думан көзін жұмып, көкірегін кере үфіледі. Інжу оны аяп кетіп, қолынан ұстай алды. Мұздай қолы қыздың ыстық алақанында жылына бастады. Өң мен түстің арасында жатқанымда ақ торғыным келіп маңдайымнан сипады. Ол тамсанып, ақырын жымиды. Жұмбақ ағасын қалай тастап кетерін білмей, екі ұдай күйде қалған қыз ақыры оның маңдайынан сипады. Ол кенет көзін кең ашып, шынымен жер бетінде сор маңдайымнан сипар жан қалған ба деді. Неге олай дейсіз? Мені шын жақсы көретін ардақтыларым о дүниеде. Аға, сізге ауыр ойлар ойлауға болмайды. Қайта ауырып қаласыз. Інжу оның сөнген рухының шоқтарын тұтатпаққа ниет етті. Бірақ қасиетінің сырын білмеген соң жұбатудың орайын таппады. Аға, мен жұмысыма барайын. Кешіксем бастығым ұрсады. Қызым, кетпе. Аға, мен тағы да келемін. Тастап кетесің. Мені бәрі қалай бірақ күнде аңыратып, жалғыз қалдырып кетті. Сен де солай. Думаның сөзінің соңы өксікке айналды. Аға, ақылдаға, сіз жыламаңыз. Мен қайта айналып келемін. Уәде беремін. Қолын әзер босатып алған Інжу палатадан ақырын басып шығып кетті. Таңғы Алматы қайнаған тірліктің базарындай ызы қиқи шуға толы. Автобуста ине шаншар орын жоқ. Інжу тұрған қалпында кірпігі айқаса бергенде сілкіп қалған автобустың екпінінен селкетті. Аяқ астынан құлағына бір сыбыр жетті. Мына қыз түні бойы жұмыс істеген сияқты, түрін қараш, ат құсап тұрып ұйықтап тұр.
Өзін кімге теңегенін анық түсінсе де, әлдене айтып тайталасуға қыздың қауқары жоқ еді. Арсыз пақыр, жүрегі қарайған бейшара деп ойлаудан арғаспады. Өзіне керекті аялдамада сыналап жүріп, сыртқа әзер шықты. Кеудесін кере бір тыныстап, өзі 2 жылдай қызмет атқарған, енді жексұрын мекенге айналған кеңсеге ілбіп басып кірді. Күзетші шал мұның өн бойын тінте қарап, жұтып алғансың ба? Көзің ісіп кетіпті ғой, деп ыржиды. Бастық келді ме? Деп күңк етті қыз. Иә, жұмыс бөлмесінде отыр. Бұрын өзі ағалап сыйлап жүретін тағы бір әріптесін жүрегіндегі адамдар тізімінен сызып тастап, Інжу Нысанбектің отырған жеріне кіріп барды. Қайырлы таң, деді Нысанбек бұған мүлде ақыл айтпағандай аңғал қалыпта. Сізді көрген соң таңның қайырлы атпағаны белгілі ғой. Мен жұмыстан шығуға келдім. Не асығыстық бұл? Өзіне қамқорси қараған еркекке Інжу тіке жауап берді. Менен ашына да тоқалда жасай алмайсыз. Мен текті отбасының қызымын. О не дегенің? Мен онда ештеңе айтқан жоқпын. Тек жанашыр пейілмен ақыл айтқаным болмаса, адуынды көрінетін бастығы жыннан айырылған бақсыдай қалбалақтады да қалды. Бұған іштей таң қалған Інжуге бәлкім сөзіме құлағы үйреніп, қол астында жүре тұрсын, кейін ығыма жығып алармын деген ой бар мекен деген күдікті ой оралды. Еден жусам да өлмеспін. Жұмыстан кеткенім, жаныма тыныштық гүлін сепкенім болмақ. Жоқ, сен мені бұрыс түсініп қалыпсың. Мен сенің қызметтегі қабілетіңді, тиянақты қасиетіңді жоғары бағалаймын. Ондай ақылды енді айтпаймын. Жұмысыңды жалғастырсаң қуанып қалар едім. Рахмет, Нысанбек аға. Айтпақшы, Інжу ауырып тұрсың ба? Көзің қып-қысыл болып кіртиіп. Түні бойы ұйықтамадым. Ағам ауруханаға түсіп, сол кісінің жанында көрер таңды көзбен атырдым. Алла шипасын берсін, онда бүгін тынығып алсаң да болады. Рахмет аға, жұмыс істейтін шамам жоқ. Тек кешке ертерек жіберсеңіз, мен ауруханадағы ағама барып қайтар едім. Інжу бастық ағасының шектен тыс шапағатынан бас тартып өз өтінішін білдірді. Інжу, тоқтай тұршы. Кеше қалта телефоныңды үстеліңде ұмытып қалдырыпсың. Мен алып суырмама салып қойып едім. Нысанбек сөзінің дәлелі ретінде қыздың телефонын ұсынды. Тағы да рахмет аға. Інжу қарсыдағы өз кабинетіне барып, жұмыс қамына кіріскендей болды. Ойынан жанары құпия сырға толы ағай кетер емес. Жұмысынан ертерек шығып, кірпігіне шыдам талын тіреп алып, ауруханаға құстай ұшты. Ағындап кіріп барып, думан жатқан бұрышқа көз жіберді. Сол баяғы суық қалып. Аға, мен келдім, деді Інжу баяу үнмен. Қызым, сені күтіп жатыр едім. Аға, менің атым Інжу. Кешелі бері атымды айтуға да мұршам болмады ғой. Айып етпессіз. Жымиған қызға көз тоқтата қараған Думан кенет аумайсың деп күбірледі. Не дедіңіз, Думан аға? Сен ақ торғыннан аумайсың. Ол кісі кім? Телефон номерін айтыңыз, қоңырау шалып шақырайын. Қыз елпілдей сөйлеп, бір амалын тауып, мұң құрышынан жаралғандай сылт етпей жатқан Думанға тым жылы шыраймен қарады. Иә, қоңырау шал. Егер о дүниеден шақыру мүмкін болса, шақырып алшы. Кешіріңіз, мен сіз жайлы ештеңе білмеймін ғой. Жақыныңыз болса, шақырайын дегенім ғой. Еш айыбы жоқ. Аға, тамақ іштіңіз бе? Ішіме шөккен шер шемені ас пен судан бас тартқызды. Мына жалған дүниеде кімнің бауыры бүтін дейсіз аға? Таусылуды қойыңыз да менің әмірлерімді орындауға көшіңіз. Бірінші бұйрық, еңсеңізді көтеріңіз. Өзіне жанары нұрлана қараған ағасына Інжу әмірін қаша бұратты. Екінші бұйрығым, әкелген судан ішіңіз. Үшінші бұйрық, сатып алған тамағымды тауысып жейтін болыңыз. Ақторғында дәл осылай бұйырамын деп маған қамқорлық жасаушы еді. Думан алыста қалған бақытты күндерін аңсағанын ашық білдіріп, үнсіз отырып қалды. Ақторғын сіздің кіміңіз? Деп ақырын сыбыр етті Інжу. Әйелім, ғашық болып, есімнен айырылып жүріп үйленген әйелім. 1 жыл ғана дәурен сүрдік. Аға, жүрегіңізге салмақ салатын зіл ойларды ысырып тастап, жақсы күндерді айтыңызшы. Әрі тамақтан да ала отырыңыз.
Інжу кеудесін көтеріп отырған Думанның алдына тамақ тосты. Менің ең бақытты күндерім сол шақ еді. Онда сол шырайлы шақтарыңызды еске ала отырыңыз. Інжу Думанның тіл ауыздан айырылып, өшіп жатқан қалта телефонын алып, қуат көзіне қосты. Мені ешкім іздемейді, деді Думан кесіп-пішіп сөйлеп. Туғаныңыз іздейді, қан жақындығы адамды алысқа жібермейді. Ақторғын ұлымды өмірге әкелді де, өзі менімен қош айтыспастан бақи дүниеге аттанып кетті. Менің сорым қалың екен. Ұлым 2 жасқа келгенде атанам бір күнде көлік апатынан қайтыс болды. Сөйтіп, мына күллі жаһанда жарқын атты жалғыз жақыныммен қалдым. Амалсыз өмір сүрдім. Еріксіз кәсіп аштым. Бірдеңемен жанымды сала айналыспасам, жынданып кетерім сөзсіз еді. Сондықтан кішкентай дүкен ашып, кәсіп бастадым. Ал қазір дүркіреген кәсіпкермін. Аспандағы ай сатылса, оны да алар дәулетім бар. Бірақ жаныма жылу берер жақыным жоқ. Сұп-суық әлемді кезіп жүрген бір сұлбамын. Інжу төтеден шешіле сөйлеп кеткен Думанның сөзін бөлместен, сырын қалт жібермей тыңдап отырып қалды. Қолдан жасап алған отбасым бар еді. Алыс жамағайын бір қарындасым күйеуінен ажырасып, 2 баласымен қолыма келген. Ол кезде ұлым 5 жаста болатын. Содан бері оларды отбасым деп өзімді құралдап келіппін. Бірақ сәтте жиендерімнің кеміргіш, ал қарындасымның менің жиған тергенімді теспей сорған қан сорғыш екенін, ал ұлымның менсіз де өмір сүре алатын өзімшілдігін білдім. Осы неше қат шындықты бір сәтте білу маған ауыр тиді. Кілт үзілген әңгіменің соңын күтпеген қыз ағасының қолын қыса түсті. Ол да әлсіз қысып жауап берді. Сонша қайғыдан соң тұралап қалмай, табандылық пен тағдырға қарсы тұрып келіпсіз. Ал бүгінгі шындық неге сізді қаңбақтай ұшырып түсірді? Жақындарымсыз тұлғалған өмірдің суығы жанымды қарып әкетті, титықтатты. Аға, мен бармын қасыңызда. Қызым бар деп біліңіз. Айналайын, сендей қызы бар әкең қандай бақыт деді. Әкем ана мен 2 қызын баяғыда тастап кеткен. Кейінгі жылдары көмескі бейнесі де жадымнан өшіп тынды. Бұл сөзге тосылып қалған Думан Інжудің сыр жасыруға дәрменсіз мөлдір жанарынан мұң табын көрді. Қош жанар үнсіз тілдесті. Өзің әке мейірімін көрмесең, өзгеге шапағат шуағын төгуді қайдан үйрендің? Анамның мейіріне қанып өстім. Ана махаббаты маған бүкіл жаратылысты сүюді үйреткен. Әкең балам деп еміренбесе, сен маған қызымдай қарап, мейірім сәулесін төгуді қайдан үйрендің? Мен өмірден есеп сұрамаймын. Әкемнің безбүйрек болған үшін барлық ер адамдарды жек көрмеймін. Сөзсіз ақ көп жайды жайып салған жанарлар ақыры қасірет қамалын бірге бұзардай бір тұтас бірлікке айналды. Тек оны сырт көз теріс түсінбесе болғаны. Інжу өзі іштей әкетаған Думанның қалта телефонын қарап отырып, ұлым деген нөмірді жазып алды. Ондағы ойы ағасын қуанту еді. Қимай қоштасып, далаға шыққан Інжу бірден әлгі нөмірге қоңырау соқты. Алло, деп гүр етті ар жақтағы дауыс. Думан Рахымұлының баласымен сөйлесейін деп едім. Онсыз да сөйлесіп тұрсыз. Думан Рахымұлы сіздің әкеңіз бе? Біліп тұр екенсің, несіне сұрайсың? Әкеңіз инсульт алып ауруханаға түсті. Бүгін 2-ші күн. Қыздың сөзін үзген жігіттің жан даусы болды. Әкем қалай, тірі ме? Ертең сағат 5 пен 8-дің арасында келушілердің уақыты. Сол мезгілде келсең, әкеңді көре аласың. Тірі деп ар жақтағы дауыс қуанып жатты. Алматының зәулім ғимараттардың арасынан сәулесін сараң әрі жасырына төгетін таңы да ағараңдады. Інжу жалдамалы бөлмедегі 4 қызбен жағыласа тұрып, жұмысына жиналды. Аялдамаға келе жатып, тағы бір ауыр ойға шомды. Жастық шақ қысқа, тіпті адам өмірінің өзі де қамшының сабындай. 25-тен аспай жатып кәрі қыз атандым. 30-ға келіп едім. Болашағы бұлдыр әйел деп сөкті жұрт. 40-қа келсем, кім атанарым белгісіз. Кейуана жасына жеткенше, басым көрге кіргенше,
естімегенім қалмас. Өзін өзі оймен жазалаған Інжу жұмысына жеткенін әрең байқады. Күнделікті жаттанды тірлікке аяқ қолы тіпті санасы үйреніп кеткендей. Бүгінгі бар өзгеріс Думан ағасының жанына баратыны. Кеш батар батпаста салып ұрып жетіп барды. Бүгін ағасының жүзі нұрланып, шырайланып қалыпты. Көңілді қарсы алып, «Қызым, отыр, жұмыстан шаршап келген боларсың» деді. «Әке, мен сіздің жадыраған өмірге қайта ғашық болған түріңізді көріп, шаршағанымды ұмытып қалдым». «Әке деймісің?» «Әке дедім бе?» Қыз өзі де таң қалып, сасқанынан күліп жіберді. «Әке деші, бұл сөзді сағынып жүредім. Ұлым бір реніштен соң әке деуін доғарған». «Әке, әкетайым». Қыздың әр сөзінен әкесі ауруынан айға берді. Солғын өңіне қан жүгіріп, өмірге құштарлығы қайта оянды. Бұл сәтте кіруге ыңғайланған Жарқын Інжудің бұл сөзін естіп, кері шегінді. Әкесінің бұл білмейтін қызы бар болып шыққаны ішін мұздатты. Бұрын әкесін жеке меншігіндей көретін тентек жігіт не амалын қыларын білмей теріс айналып кете барды. Іші бір суынып, бір күйінді. Өзінен басқа ешкім әке демейтін Думан қызына әкетайым дегізіп, өзі еркелеп отыр. Иә, еркелеп отыр. Бұл болмаса да бақытты екен ғой. Тағы бір баласы бар екен. Иә, бар екен. Ал бұның әкесінен басқа кім бар еді? Енді ол да жоқ, жоқ. Жанын ой қамшысымен сабалап келе жатқан жігіт тосынан кері бұрылып, әкесінің палатасына қарай ұмтылды. Көңіліндегі бар өкпесін, ренішін ақтарып салғысы келді. Кірмек болып, есіктің тұтқасына қолын созып еді. Палатадан шыққан егде кісімен қақтығысып қалды. «Ішке кірмегенің абзал. Анау шал мен жас қыз әуейі ме, өздері бір түрлі. Бір-бірінің беті қолдарын сипалап, онымен қоймай, әке қызым деп сиқырсып отыр. Қарап отыруға жүзім шыдамады». Мына сөзден соң не ойларын, нендей сезімге ырық берерін білмеген жігіт палатаға баса көктеп кіріп келді. Бір сүйкімді қыз әкесіне шай құйып беріп отыр. Шайды ұсынғандағы көзқарасы қандай жылы. «Кел, Жарқын, кірсеңші», деді әкесі шайын үстелге қойып. «Сен не істеп жүрсің?» деп ентіктулы. «Ажал аузынан қалды, өмір үшін күресіп жүр». Ажарлы қыздың сөзін Жарқын аяқтатпады. «Сен жаңа әкемді, менің әкемді неге әкетайым дедің?» «Жарқын, сен мені әке дедің бе? Бұл сөзді сағынғаныма ғасыр өткендей көрініп еді. Атымда тап, әрге жігерімді мұхалтушы едің ғой». Өзіне құшақ жая ұмтылған әкесінің қолын қағып жіберген Жарқын оған зілді сұрақ қойды. «Мына қыз сенің кімің?» «Қызым жан жараларының шипагері». Болат жебедей қадалған бұл жауапты естіген Жарқын мысық ұрып отыра кетті. «Ал сонда мен кім боламын саған?» деп естілер-естілмес сыбыр етті. «Сен менің ақ торғынымнан аманат болып қалған жалғыз ұлымсың». «Әке, осы сөзден соң ұлыңызды құшақтағаныңыз жараса кетіреді. Кәне, жалғызыңызды құшақтаңыз. Сонда дертіңізден толық сауығып кетесіз». Інжудің сөзі дем берді ме, әлде салы суға кетіп отырған ұлын сезім арпалысынан қорғақсы келді ме, Думан баласына құшағын жайды. Ол да әке қамқорын тағатсыз күтіп отырғандай бауырына кіре берді. «Әке, сені түсінуім үшін, жүрегіндегі маған деген әкелік махаббатты қадірлеуім үшін қанша уақыт адастым. Кешір ақымақ ұлыңды. Балам, сен әке демеген сол уақытта неше рет өліп тірілдім. Бірақ сенің перзенттік махаббатыңның құдіретіне шексіз сендім. Ұлы адасса жөнге салу әкенің парызы. Мен парызымды өтей алмадым». «Әкесі мен ұлы жылап тұрма? Бұл көз жасы араларыңыздағы барлық түсініспеушіліктің, өкпе реніштің суық ызғарын жуып кетсінші. Араларыңызда енді көктем гүл атсын». Інжу ауруханада табысқан әке мен ұлына сүйсіне қарап, көңілдене қол соқты. «Қызым, кел, сені де құшақтайын». «Әкемнің құшағы кең, қарындасым, әлде әпкем, сен де саяла». Думан Жарқынның бұл сөзіне мейірлене күліп, ұлын арқаға қақты. «Әке, мен сұлу қарындасыма ғашық болсам қайтемін?
Жарқынның бұл әзіліне Думан мәз бола күлді. Сен тентекті мен тезге сала алмайды екенмін. Әкетайым, Жарқын әке махаббатына бөлене салысымен бірден жар қызығын көруді армандап кетті. Өзінің қиялы жүйрік екен. Інжу де Думанның құшағында тұрып әзілмен жауап берді. Қызым, сен тұрмыс құрғанда мен өзім ұзатамын. Бірақ алыс жаққа кетіп, әкеңді қамықтырма. Үшеуі мәре-сәре болып палатаны бастарына көтерді. Көршісі шағым жасаған ба, емдеуші дәрігері жетіп келді. Думан аға, мұнда той болып жатыр ма? Сіздің өңіңіз тіптен жадырап кетіпті. Мен тани алмай қалдым ғой. Шипагер жайдары жүзбен емделушісіне риза бола қарады. Өздері шулап әбден мазамдалды, деді қытымыр көрші. Дәрігер балам, мені үйіме жібер. Ол қызымның ортасында ауруымды ұмыттым. Әкемнің той жасауға бейілі кетіп тұр, деп Інжу сыңғырлай күлді. Дәрігер адам жанын қапсыз түсінетін сезімтал еді. Бірден келісе кетті. Екі жағынан Інжу мен Жарқын қолтықтаған Думан нық басып кетіп барады. Үшеуі мейірімі шарасынан төгілген нұрлы күнге бет алып бара жатты.